Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Махамов Шерхан. Мен Абай атындағы мамандырылған мектеп-интернатының 11 класының оқушысымын. Бүгінгі жобаның тақырыбы егін шаруашылығына жердің құрғақтылығы мен суару құрылғыларын пайдалану артықшылықтары. Жобаның мақсаты фермерлерге топырақтың ылғалдығын бақылауға және суаруды дәлірек және ресурстарды үнемдеу режимінде жүзеге асыру міндетін жүйені әзірлеуге болып табылады. Жобаның міндеті өсімдіктердің оңтайлы күтімін қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығында су ресурстарын тұтынуын азайту үшін топырақтың құрғауы мен автоматты суару бақылаусының автоматтандырылған жүйесін құру. Жобаның өзектілігі климаттың өзгеру және азық-түлікке деген қажеттілігін арттыру жағдайында ауыл шаруашылығы процестерін автоматтандыру және оңалтудың ауыл шаруашылығының тұрақтылығы мен тиімділігін арттыру үшін маңызды болып табылады. Тілетін нәтиже фермерлерге топырақтың ылғалдығын бақылауға және ауа райы мен топырақ деректерінің негізінде суаруды оңтайландыруға мүмкіндік беретін топырақтың құрғақтығын бақылайтын және автоматты суару жүйесін әзірлеу. Жүйенің негізгі компоненттері: жүйеге Arduino Uno температура мен ылғалы сенсорлары, су сорғысы және LCD экраны кіреді. Бұл компоненттер суару дәл бақылау және басқару үшін бірге жұмыс істеп табылады. Суару жүйесі келесіндей жұмыс істейді. Деректерді бақылау. Біздің мысалда деректерді бақылайтын бізде жер ылғалының датчигі болады. Ол бізде гүлге тығылып тұр. Ол арқылы біз Arduino Uno'ға тапсырып жібереміз. Мына жерде біз көрсетілгендей жердің ылғалдығын көре аламыз. Су сорғысының қосылуы, яғни мына жерде бізде моторчик бар. Ол моторчик арқылы мына жақтан су айналып біздің гүлге құйылатын болады. Суару, яғни сол жердің құрғақшылығын байқайтын болсақ, біз моторчик қосылып автоматты түрде гүлді суара аламыз. Суаруды тоқтату, яғни осы датчик арқылы біз жердің ылғалдығын сезіп, суарып болғанын біле аламыз. Бақылау және оңтайландыру, яғни осы әдістер қайталана беруге болады, өйткені бұл 100% автоматты түрде болып табылады. Суару жүйесінің макетін тексеру. Осы слайдта мен эксперимент жасағанымды көре аласыздар. Осы Arduino код арқылы мен Arduino Uno'ны программаны енгізіп қойған едім. Біз топырақтың құрғақтығын байқап, оған датчик енгізіп қойған едік. Ол датчик оны сезіп, LCD экранға, яғни құрғақтығын көрсетіп тұрады. Сондықтан моторчик қозғалып, осы бөтелкеден су алып, гүлді суарады. Мына бірінші гүлде біз құрғақтығын 94%-тен 12%-ға дейін түсіріп тастадық. Осы екіншісі гүлді суарып жатқанын көре аласыздар. Артықшылықтары мен перспективалары. Суды үнемдеу. Топырақтың ылғалдығы туралы мәліметтерге негізделген суаруды дәл бақылау арқылы фермерлер судың едәуір мөлшерін үнемдей алады. Экологиялық артықшылықтар. Су ресурстарын тиімді пайдалану қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға ықпал етеді. Өнімділікті арттыру. Суарудың оңтайлы ылғалдылық деңгейі өсімдіктердің сау өсуіне ықпал етеді. Нәтижесінде өнімділік артады. Автоматтандыру және ыңғайлылық. Фермерлер суаруды басқару процестерін автоматтандыруға және жеңілдетуге мүмкіндік алады. Бұл олардың ыңғайлылығын арттырады және уақытты босатады. Шығындарды азайту. Су шығындарын азайту және суару тиімділігін арттыру фермерлерге ақша үнемдеуге мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығының технологияларын дамыту. Жоба заманауи технологияларды ауыл шаруашылығында қолдануға ықпал етеді. Бұл одан әрі инновациялар мен әзірлемелерге негіз бола алады. Қорытынды. Егін шаруашылығында жердің құрғақтығы мен суару құрылғыларын пайдалану артықшылықтары деген жобасы ауыл шаруашылығының тиімділігі мен тұрақтылығын арттыру жолында маңызды қадам болып табылады. Топырақтың ылғалдылық датчиктері және автоматты суару сияқты заманауи технологияларды пайдалану фермерлерге өсімдіктердің оңтайлы өсуі үшін жағдайға дәл бақылауға және су шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жоба ауыл шаруашылықтағы заманауи технологиялардың елеуін көрсетеді және егіншіліктерді тұрақты және өнімді әдістерін құруға ықпал өте зор. Инновацияларға ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.